Армысыздар, құрметті ұстаздар. Мен Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектептің информатика пәнінің ұстазы Айтбаева Ақмарал Орынтайқызы. Мен өзімнің әріптесім Абирова Жанна апайдың маған жолдаған челленджін қабылдай отырып, сіздермен бүгін онлайн мектеп платформасында бөлім бойынша жиынтық бағалауды қалай әзірлеуге болатындығымен бөліскім келеді. Ол үшін әрбір ұстаз ең алдымен өзінің онлайн мектеп платформасындағы жеке парақшасына кіру керек. Өзінің аккаунтына. Яғни осы жерде ашылған терезеден сол жақ бөлігінен БЖБ ТЖБ батырмасын басамыз. Осы жерден жаңа бөлім бойынша жиынтық бағалау әзірлеу үшін сабақты қосу батырмасын басамыз. Одан кейін қажетті пәнімізді таңдаймыз. Сыныпты, қай сыныптың бойынша әзірлейтінімізді және оқыту тілін, содан кейін сабақтың түрін таңдаймыз. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Яғни сабақты қосу, жаңа бөлім бойынша жиынтық бағалау. Осы функциялардың барлығын орындап болғаннан кейін құру батырмасын басамыз. Енді ашылған терезеден біз ең алдымен бөлімнің тақырыбын жазамыз. Яғни біздің бөлім бойынша тақырыбымыз компьютерлік графика деп аталады. Тақырыбымызды жазамыз. Жалпы осы бөлім бойынша жиынтық бағалаудың оқыту мақсаттарын жазамыз, қандай мақсаттар бойынша аламыз. Осыларды жазып болғаннан кейін біз ең алдымен өзіміздің алғашқы тапсырмамызға көшейік. Тапсырманы қосу батырмасын басамыз және жаттығудың түрін таңдаймыз. Жаттығудың түрі ашық жауаппен жаттығу, ашылмалы тізіммен жаттығу, бір дұрыс жауабы бар жаттығу, бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу, немесе жұптау тапсырмасы болуы мүмкін. Ең бірінші тапсырманы біз ашық жауаппен жаттығуды алып көрейік. Яғни бұл жерде біздің сұраққа бала өзі жауабын енгізу керек. Ең бірінші тапсырма мәтінін енгіземіз, балаға берілетін тапсырма. Графикалық редактор дегеніміз не? Одан кейін дұрыс жауап. Яғни дұрыс жауап деген жерге біз осы өзіміз берген тапсырманың дұрыс жауабын көрсетіп қойсақ болады. Бұл тек мұғалімге ғана көрініп тұрады. Дұрыс жауап ешқандай балаға көрінбейді, ал бөлім бойынша жиынтық бағалауды тексерген кезде оңай болу үшін ол мұғалімге көрініп тұрады. Келесі бағалау критерийі. Бұл бағанда тек ұстазға ғана көрінеді. Яғни қай критерий бойынша бағаланатындығы. Келесі бізде дескриптор. Яғни қандай дескриптор бойынша балдар қалай қойылады. Дескриптор бұл оқушыға көрінеді. Сол себепті дескрипторын жазып және қандай бал қойылады. 1 бал болса 1 бал деп жазамыз. Мысалы біздің бірінші тапсырма дайын. Енді ары қарай екінші тапсырманы қосу үшін тапсырманы қосу батырмасын басамыз. Енді жаттығудың түрін біз жұптау бойынша алып көрейік. Яғни құру. Кез келген бөлім бойынша жиынтық бағалауды әзірлемес бұрын, оны вордтық нұсқада әзірлеп алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Екінші бізде тапсырманың мәтінін енгіземіз. Яғни сәйкестендір. Сәйкестендір тапсырмасы. Енді жауап нұсқасын қосу. Яғни сіздерде 2 нұсқа тұрады. А және Б деген сияқты. Бұл жерде мен сурет түрінде алғым кеп тұр. Яғни бала. Менде PaintNet программасының әсерлерін табу керек. Яғни әсерлерді сәйкестендіру керек. Ары қарай келесі жауап нұсқасын қосамын. Мен өзімнің қажетті суреттерімді барлығын өзімнің компьютерімнің рабочий столына сақтап алдым. Өйткені ол табуға ыңғайлы болу үшін. Келесі жауап нұсқасын қосамыз. Келесі жаққа жауаптарды жазып шығамыз, яғни туш әсері, қалам әсері, одан кейін майлы бояу әсері.
Енді дұрыс жауаптарды бір-бірімен сәйкестендіріп алуымыз керек. Өйткені балада тексерген кезде дұрыс жауап бірден шығу керек. Сәйкестендіріп алдық, яғни бағалау критерияларын жазамыз дәл солай. Одан кейін бізде дескриптор. Мен бұл жерде 3 дескриптор алғым келіп тұр. Яғни бала бірінші майлы бояу әсерін табады. Яғни оған 1 балл берем. Келесі дескрипторды қосу үшін дескрипторды қосу батырмасын басамыз. Туш әсері. Әсерін табады. Оған да 1 балл. Келесі бізде қалам. Онда 1 балл. Дәл осылай тапсырмаларды барлығын жасап алғаннан кейін сақтау батырмасын басамыз. Бағалау әсерлерді ажырата алады. Сақтау батырмасын басамыз. Сақталған жұмысымызды балаға жібермес бұрын өзіміз ең алдымен көруіміз керек. Ол үшін алдын ала көру батырмасын басамыз. Қарап тұрсаңыздар, менің сабағымның мақсаттары, яғни оқу мақсаттары, одан кейін тапсырмаларым шығып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай тапсырма, яғни мына жерге бала өзінің дұрыс жауабын енгізеді және маған жібереді. Келесі бір-бірімен сәйкестендіреді. Енді сіздерге дәл осы бөлім бойынша жиынтық бағалауды мен 5-ші сыныптардан алғам. Соны көрсеткім келіп отыр қазір. Онлайн мектеп платформасында бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау алудың ең басты артықшылығы деп мен тапсырмалардың барлығы бір жерде орналасқандығын айта аламын. Яғни кез келген кезде ашып, бағаларын көріп, баланың тапсырманың қай жерінен қателік жібергенін көрулеріңізге болады. Мониторинг бетіне өтіп, мен өзімнің оқушыларымның, яғни өз оқушыларымның тапсырмаларын қалай орындалғандығын білуіме болады. Қарап тұрсаңыздар, менде барлық оқушылар жіберген, және мен оларды тексеріп, кері байланыстарын жібердім. Қазір қарап тұрсаңыздар, кез келген баланысын ашып көрейік. Балаға жіберілген БЖБ қорытындысы, яғни қай дескриптор бойынша тапсырманы орындады, дұрыс орындады, қайсы бойынша орындаған жоқ, және баланың толық алған балы, және ұстаздың балаға жіберген пікірі, жеке пікірі. Соларды көруге болады. Одан бөлек баланың қай тапсырмаларда қате жібергендігін көруімізге болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Балада бірінші тапсырма жазған, дұрыс жазған, яғни 1 балл қойдым. Одан кейін келесі тапсырмада негізі дұрыс жауап саны 3 болған, бірақ бала тек 1-еуін тапқан. Келесі бізде сәйкестендіру тапсырмасын көріп тұрғандарыңыздай, бала 3-еуінде дұрыс орындаған, яғни әр дескриптор бойынша балаға 3 балл қойып шықтым. Келесі бізде сәйкестендіру тапсырмалар, яғни анықтамалар сәйкестендірген, бала бұл жерде тек 1 ғана тапсырманы дұрыс тапқан, қалғаны көріп тұрғаныңыздай қызыл жанып тұр. Мен бірден білем баланың дұрыс орындамағандығын. Сол себепті балаға тек векторлық график анықтамасын табады дескриптор бойынша ғана 1 балл қойдым, қалған дескрипторлар бойынша 0 балл. Дәл осылай баланың кез келген тапсырмасын көріп, және осы тапсырманы орындауға қанша уақытын жұмсағандығын көріп, мониторинг жасауларыңызға болады. Құрметті ұстаздар, бұл жерде онлайн мектеп платформасындағы БЖБ тапсырмаларын әзірлеуді алған себебім, бұл өте тиімді платформа болып тұр. Өйткені баланың тапсырмасы сіздің сотыңыздан немесе компьютеріңіздан
жекелей орын алмайды, және бала оны дәптерге орындап әуре болмайды. Тапсырманың барлығын онлайн мектеп платформасында орындай отырып сізге жібереді, және оны сіз кез келген уақытта аша отырып тексеруіңізге болады. Құрметті ұстаздар, мен осы челленджді ары қарай мектебіміздің бастауыш пән ұстаздары Жақсылықова Жадыра мен Қазиева Мадинаға жолдағым келеді. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.